Сәлем достар, бүгін сіздермен мен және Абылай бұл менің нағашым. Давай біз бүгін я хотя бы деген ойынды ойнаймыз. Я хотя бы деген қандай екенін білесің ба? Иә, мен хотя бы анандай. Мен хотя бы орысша білемін. Мен хотя бы таза қазақша сөйлеймін. Мен де қазақша сөйлеймін. Бірақ не обсуждаем, сөкпейміз. Мен хотя бы 200 емеспін. Мен хотя бы спортты жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Кім айтты, мен жақсы көрмеймін деп. Мен хотя бы сен сияқты біреудің телефонын жармаса бермеймін. Мен хотя бы мен үйге дейін машинада барғам. Мен хотя бы далада көшеде түнде қорықпаймын, жүре беремін. Мен хотя бы Шымкенттің бүкіл жерін білем, автобустарын. Мен хотя бы жетседің бәрін білем. Мен зато автобустардың маршруттарын білем. Жетседе де автобус болса, мен де жетседің маршруттарын білем. Мен өшір. Неге? Мені айтам. Мен хотя бы кітапты мифияларды білем. Мен де білем. Мен хотя бы компьютерге көбірек барғам сенен орайымда. Мен хотя бы тарихты көп білем. Мен де білем. Мен хотя бы ютубта, тиктокта енді бастайын деп жатқан жоқпын. Жеп қат. Мен хотя бы білмеймін. Мен хотя бы демеймін. Мен хотя бы дауысым қызға ұқсамайды. Сенікі қыздан болмайды ғой. Мен балаға ұқсайды дейді. Мен хотя бы ютубқа қалай видео салу керек екенін білемін. Короче, достар, я хотя бы деген ойынды түсірмеймін деп жатыр.